Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Балжан блогер. Көптен бері деп осы сөз айтқым келмеді, бірақ та бүгінгі видеомыз бізде еркін стильде болады. Өздеріңіз көріп тұрған мен пижамада алдында ноту, яғни сценарийін жазып алып башқана отырмын. Сол себепті сіздерді өздеріңіздің алдарыңызға су немесе бірдеңе алып алсаңыздар болады. Бүгін мен сіздерге 2023 жылдың қорытындысы деген видео түсіріп отырмын. Жалпы 2023 жыл өзіме келетін болсақ, өте қатты продуктивті өтті деп айтыламын. Бірақ басы қатты, өте қатты, андай бір қатты болды да, прям іштей. Мен инстаграмда кішігірім бөлістім, бірақ инстаграмдан толық бөлісе алмайтын болғандықтан бүкіл осы бөлікті осы ютубқа қалдырдым. Және шынымды айтсам, 2023 жылды мен өте қатты бір күшті болады деп күтпедім да, яғни қалай екен, андай бір мен күтпеген нәрселер орын алды да, жақсы жағынан әрине де, бірақ жаман жақтар да болды. Мысалға көптеген аурулар болған енді, үйде адамдарымыз ауырып қалды, одан бөлек мен де ауырып қалдым, система деген сияқты нәрселер өте көп болды. Және ең бірінші нәрсе осы 2023 жылы мен маған қатты әсер еткен, проявляция еткен нәрсенің бірі, ол бізде жаңа ортаға көшу болды. Мен өзімнің лицейге көштім, бастасын лицей маған ұнамай, сосын бір күнде ауысып шығып кетіп, қайтадан өз сыныпыма бардым. Бірақ өз сыныбым жоқ, әрине де басқа сыныпқа баруға тура келген болатын. Но басында басқа сыныпқа бару маған өте қатты ауыртпашылық салды. Сіздер білсеңіздер, до того мен қатты қиналдым іштей. Прям қатты өзімді эмоционал түрде жоғалтып алдым десем де болады, шынайы түрде айта кетейін. Жаңа ортаға, осы жерден түсінген нәрсем, жаңа ортаға түсу деген өте қиын да, потому что сені үйреніп қалған ортадан, мына зона комфортынан шығу өте қиын да, іштей адамға ше. Мына сенің зона комфортан, прям сол зона комфортта қала бергің келеді да, бірақ ол нәрсе никак орындалмайды ғой. Сен потому что өз-өзіңмен күресуің керек, өз-өзің дамытуың керек қой әрине де. Сол үшін мне андай бір жылап басын әсер болды, но мен түсінген нәрсем, егер сен зона комфортадан шықпасаң, жаңа ортаға үйренбесең, онда мысалға сен командамен жұмыс жасағанда да мысалға өзіңе қиын болады да. Сол үшін керісінше жақсы адамдармен, жаңа адамдармен танысуға ұмтылу керек. Өзіңді проявляция етіп үйрену керек та, қорықпау керек. Керісінше қорқыныш сенің өсу точкаң деп айтатын менің күнделікті фразам. Ал енді екінші жағдайға келетін болсақ, жалпы осыған дейін мен өзімнің былай айтқанда табысымды көтергім келген болатын. Бірақ та тек ақша үшін, шыны керек мойындаймын, ақша үшін SMM проектілермен жұмыс жасадым. Но ол жерде менің табысым тоқтап қалды. Шыны керек мен мойындаймын. Но қалай мен жұмысымды жақсы көріп, вот именно мен потому что өзім ұнатқан проектілерді ғана алғым келді да. Мен детский одежда проектісіне бардым, понимаете, бірақ ол проектіні іштей мен жақсы көрдім. Оның ақшасына да қараған жоқ, шынайы түрде айтқым келді, потому что оның ақшасы әдеттегіден де аз болды. Неге? Бірақ менің барғым келді, потому что мен бұрын ондай нәрсе істеп көрмеген, мен жаңа нәрсе айттым ғой бағана, сол жаңа нәрсені өзім істеп сынап көргім келді да, былай айтқанда. И сол себепті мен до того кіріскенім соншалықты, понимаете, просто өте қатты кірісіп кеттім. И уже 1 аптада 27 подписчикке көтеріліп, одан бөлек на нөлден, понимаете, 1500 охватқа көтерілді. Ол жетақ күнде, понимаете. И уже клиенттер риза да, мен де риза деген сияқты ғой. И дәл солай күндерім өте бастады. И сөйтіп уже SMM мен ақшаға үшін емес, өзің үшін жұмыс жасаған кезде клиент былай айтқанда риза болады, өзің де риза боласың ғой. И сол кезде мен уже біраз уақыт өтті одан бері, содан кейін 1 жылымды тойладым SMM бойынша. И одан бөлек менің осы жерде түсінген нәрсем, андай нәрсе болып тұр да, яғни сен, который өзің андай бір ақша үшін емес, жақсы көретін жұмысыңды жасауың керек та. И который сен жақсы көретін жұмысыңды жасаған кезде барлығы орындалады. Ал егер сен который жақсы көрмейтін жұмысын жасаған кезде әрине ештеңе де болмайды. Сол үшін жақсы көретін жұмысын жасаған кезде Алла Тағала береді саған. Алла Тағала береді, іштей сеніп жасашы сен, Алла Тағала саған береді вот именно. Сол үшін сіздерге ғана айтарым, іштей сеніп өзіңнің жақсы көретін жұмысыңды жасау керек. И одан бөлек жалпы сіздерге бүгін ашылып айтып жатырмын ғой, соның барлығын айта кетейін. Бүгінгі осы біздің өмірімізде көптеген андай нәрселер бар да.
мен бұл нәрсені көбірек айтамын, который жасөспірімдердің барлықтары даяшы, который сондай болып жұмыс істегісі келеді да. И мен ондайды қаламайтынымды түсіндім. Неге? Осы жаз айында түсіндім. Который өздеріңіз сіздер білмейсіздер, мен осы жаз айында сәуірінен бас тартып балабақшаға няня ретінде кіргім келді. И олар да даяшыдан әрине бөлек, но айтқым келген смысл қазір айтатын боламын. Бұл жақта нәрсе болды. Мен сағат 7-де таңғы 7-де бардым. Яғаштың бәрін жинайсың ше, ана бүкіл баланы сүртіп тазалап, енді балаларға памперс киіп деген сияқты, который сөйтіп мен бір күн істедім. Сағат 6-да үйге барып бүйтіп жатып қалдым ғой. Плотта мен кеттім. Мен сосын мен ойландым, неге мен бұндай жұмыс істеуім керек? Не үшін бұл жұмыс маған арналмаған ғой? Менің қабілетім бар. Мен мына сәуірде үйренген, сертификатым бар, сертификатталған маманмын. Бірақ менің тәжірибем сәл жетпей жатыр. Мүмкін мен білім алсам, мен тәжірибем жететін шығар. Неге мен өзімді қинап, бір нәрсеге бола сәуірінен бас тартып, бүкіл менің өмірімдегі жатқан сәуірім деген үлкен арманымнан бас тартып, просто так былай тәрбиеші болып, ақшасына бола жүрмейін деп ойладым, шыны керек тағы да. И содан кейін сөйтіп мен солай жүріп бас тартқан болатын. И бұл жақта тағы да бір түсінік келеді. Егер адам іштей өзі андай бір нетсе, іштей өзін жақсы көрсе, андай бір іштей арманына жеткізгісі келсе, былайша айтқанда, өзінің никогда бір кішкентай қиындыққа бола арманнан бас тартуға болмайды да. Егер адам арманнан бас тарта салса, бітті оның өмірі, бітті. Егер мына адам не үшін өмір сүреді бұл өмірде, оны ұстап тұрған не болады, ол мақсат. Егер адамда мына өмірде мақсат болмаса, бұл әдіне өмір сүрудің былайша айтқанда дымы да жоқ, шыны керек. Мақсатсыз былайша айтқанда өмір тым қызық емес. Мақсат мына бізді жеңіске жетелейді. Мақсат мына бізге өмір сүруге, былайша айтқанда қадамдарға өмір сүруге бізге бір өзінің несін береді дейінші, 100% өзінің кепілдігін береді. Егер мына мақсатымыз үшін өмір сүрсең, сен өлмейсің, былайша айтқанда. Мақсаты бар адам никогда өлмейді. Запомните деп па. И жалпы осы жерде тағы да бір нәрсе айтқым келіп тұр. Сіздердің араларыңызда отырып алып енді осы жерде жалпы біздің өмірімізде болып жатқан любой қиындықтардың барлығы бекерден емес, любой нәрсенің хайырлысы бар. И осы жазда сонымен қатар мен так сатушы болып жұмыс жасап көрдім. Мен оны бір ай жұмыс жасадым. И мен басында нормально басталды, бірақ аяқ жағында кішігірім қиындықтар болды. Но мен ол жақта түсінген нәрсе мынандай болды да, таңертең барасың, кешкі сағат 6-ға дейін болды, жазда 6 жарық қой. Но андай бір просто отырмайсың, ол жақта жуу керек, товарлар шағын сүртуге, товарларды қабылдап алу керек, кәдімгідей жұмыс реально қиын болды да, іштей ше. Прям өзімді сол күндері өте қатты жоғалтып алдым жаз айында. Менің жұмысым бар екен, әрине мен оған қуандым іштей. Но андай бір нәрсе болды да, комок тұрды былайша айтқанда менің ішімде ше, который мен просто так былай жатқан сияқты болдым да. Жұмыс істеп жатсам да маған көрінбеді іштей. И осы январь айларында мен өте қатты депрессияға түсіп кеттім. Инстаграмға бір ай шықпадым, просто өзімді просто так жоғалтып алдым. Менің айтатыным өткенге өкіне берме. Өмір бірде шаттық, бірде мұң. Потому что неге жауап келіп отыр, потому что бұл жер реально маған айтуға қиын болды да, который ана жаққа барасың, үйде прям күшті да, ал бірақ ана жаққа таңертең барасың, сағат 6-ға күнделікті бір өмір башында қайталана берді. Үздіксіз даму болмады, тоқтап прогресс жоқ. Но мен өзім курс алып дайындап жүрдім, но маған бәрібір бірдеңе жетіспейді да. Мен андай адаммын да, который білім ала беруім керек, білімді сорып, губқа ұқсап болуым керек да. Әйтпесе егер мен білім алмасам, бітті менің өмірім жоқ болып кетеді былайша. Мен өзім чисто жоғалтып аламын. Сол үшін мен білім өте қатты алғанды жақсы көремін, шыны керек. Іштей мына не сезіммен, любой білімді алған кезде ішкі ниетіммен бастаймын да, шын түрде мен табыс табамын, табысымды көтеремін, бүйтем, сөйтем, уже визуализация жасап тастаймын да, шыны керек. И ол нәрсе стандартты түрде, міндетті түрде орындалады. Любой нәрсе. Менің демеймін енді, Алла тағаланың бергені ғой, шүкір. Визуаляция жасасаң, іштей өзіңе сенсең, әрине әрекет жасасаң армандарың орындалады. Но ол кезде мен неге өз-өзін жоғалтып алдым, айтайын ба? Себебі сатушы шыны керек, ол былай болады да жұмыс жасауға. Бірақ SMM болып жұмыс жасаған кезде мен оны бір проектпен тауып алатынмын да. Бір ай жұмыс жасаймын, но ол андай бір немен
мен уже сатушы болып бірінші рет тәжірибе жұмыс жасап көргім келді шынайы түрде. Мен ол ішкі қалауым болды. Және ол жақтан мен үйренген нәрселерім де көп болды, что мен ол жақтан сатушы болып жүріп, адамдарға қалай сату керек екенін, қалай отношения құру керектігін білдім. И бұл теманы жабайық, иә? Осыдан бөлек мен өзімнің ең алғашқы жазда iPhone 11-ді сатып алған болатын. Сіздерге де айтып бөлістім. Жалпы iPhone 11 деп прям. Мен үшін ол дәрте үлкен жетістік болып көрінді. 2023 жылғы жетістік. Сосын мен әрине контент үшін алдым. Басты нәрсе контент үшін болды. Себебі мен контент өте қатты жақсы көремін. Шыны керек, видео түсіргенде мен просто мына сіздерге қазір видео түсіріп отырмын ғой, не үшін беріліп айтып отырмын. Естеріңізде болса, мен бұрын видео түсіргенде просто такой үзіп қиындылып, көп ютубқа салатынмын. Бірақ на данный момент өте қатты ашылып айтқым келіп тұр. Шыны керек, видео түсіру маған ләззат береді. Видео түсірсем, мен өзім никак жоғалтпаймын. Мен мына социальный сетьпен өмірімді қалай байланыстырғанымды білмеймін. Честно, мен инстаграмға шықпасам, ютубқа видео салмасам, шыны керек, өзімді жаман сезініп кетемін. Іштей былай айтқанда. И дәл бүгін мен сіздерге ашылып осы әңгіменің бәрін айтып отырмын да. Просто мен осы жазда келген түсінік қандай болды да. Осы әрбір нәрсенің хайыры болады да, яғни мен сценарийді дамытып кеттім ғой жабасайға. Жалпы плюсы да болады, минусы да болады да, любой нәрсенің ше. Егер адам оған жете алса, егер адам оған іштей сынбаса, онда бәрі болады, қайталап отырмын. Әрекет мына сізден ғана болады, осы ұмытпаңыздар. И одан бөлек жалпы айтатын болсақ, осы жазда одан бөлек мен өзім жоғалтып алдым ғой. Но мен ол жұмыстан шыққан кезде ештей өзімді былай айтқанда таптым қайтадан. Неге таптым? Себебі мен қайтадан 350 мыңға курс сатып алған болатынмын. Бұл мен үшін үлкен жетістік болды. Әрине мен СМ тастаған жоқпын. СМ-нің арқасында. Кстати, сатушы болып жұмыс жасаған кезде мен сол кезде плюс СМ болып жұмыс жасадым. Продавец плюс СМ болып жұмыс жасадым. И, конечно, ол жерде менің бір жыл айтылмаған болатын. Сөйтіп, уақыт өткеннен кейін бір жыл толды. И әрине мен білімді дамытқым келді. Сөйтіп курс сатып алдым. Сөйтіп курсты оқи бердім, күнделікті дами бердім. И ұбт курстарға қатыса бастадым жетістіктерімнен. И одан бөлек осы осы не аяғында 2020 жылы мен өте үлкен башқана Аружан Қазбектің СМ командасына бас куратор болып кірдім жұмысқа. Басында куратор болғам, сөйтіп бас кураторға өстік құлашқанда. Бұл мен үшін үлкен жетістіктің бәрі әрине де, как вы понимаете, потому что неге? Себебі адам іштей қалай жетеді ғой. Менің осы күнге дейін СМ-ді тастамай тырысып мына берген бүйтіп алған білімдер бүйтіп губка қысып суырып бүйтіп айналдырып алып келіп мына басыма орап оны мынаның ішіне бәріне тоқып салғанның өзі бұл үлкен еңбек болып тұр да просто. Осы әрине мен еңбектің арқасында iPhone-ды да, башқына барлығын, бір кураторлық жұмысқа да, өзінің қажеттіліктеріме де барлығына осы СМ арқылы жетіп отырмын. Әрине, ең алдымен Алланың, екіншіден осы әрекеттерімнің, СМ-нің арқасына деп білемін. Жалпы, просто бір кураторлық жұмысқа мен бұрын бір істеп көрген бір ай, бірақ тегін, потому что мен опыт болған жоқ қой, ол бір жыл болған жоқ ол кезде. И сөйтіп мен кураторлық жұмысымнан айлықтарымды алып, әрине сөйтіп әлі де жұмысым жалғасып келе жатыр, шүкір. И уже менде кәдімгідей тәжірибе болды, потому что мен көп білім алдым. И осы 2024-ке де менің көптеген мақсаттарым бар да. Осы 2023 жылы мен өзіме ең алғаш штативімді сатып алған болатынмын. Оны мен влог қылып түсірмеген, бірақ 2 минут болғанда, сол үшін салған жоқпын. Но сторисімда, инстаграмда бөлсін, тіркеліп кетіңіздер. Жалпы осы инстаграмда бөліскен болатынмын. И одан бөлек осы 2023 жылы мен ең алғашқы өзімнің 1 миллион теңгемді тапқан болатынмын. Осыған дейін мен 5 ай бұрын 2023 жылы не деп салған болатынмын. 16 жасында 500к таптым деп. Ал енді 16 жасында 1 миллион теңге таптым деп салдым. Салған жоқпын, бірақ ютубқа айтып отырмын. Менде шамалап қазір 848 мың теңгедей табыс бар енді шыны керек. Ал енді 1 миллионға енді жеткелі ровно 1 миллион болған салғым келіп тұр. Но іштей былай айта беретін болсақ, іштей мен 1 миллион теңге
почти демеймін, былай шынайы айтатын нақты түрде почти 1 миллион ғой енді. Сол 1 миллион теңгеге 900 мың теңге дейікші. Сол 900 мың теңгені 16 жасында өз күшімен тапқан болатын. Оны кәсіппен өзі дәлелдеп тұрған шыны керек. И СМ-нің арқасы деп білемін. Сол үшін сіздерге айтамын, андай бір үйде отырып табыс табуға мүмкін емес деген нәрсе, андай бір жойып тастайық та мифтің бәрін. Шынайы түрде қабылдаңыз, егер әрекет болса Алла тағала береді. Ал егер әрекет болмаса Алла тағала бермейді. Сонымен қатар осы мен андай бір осы 2023 жылы көп деймін, осы чисто ең соңғы айда январь ма? Декабрь, осы декабрь айында мен чисто СМ-нен 250 мың теңге таптым. Чисто 250 мың. Осы СМ-нен 250 или 300к. Ну енді наличкалармен есептесек 300к. Ал Каспиймен есептесек 250. Жарайды 300к деп бар. Осы ең алғашқы орналасуын ең соңғы айында 300 мың теңге таптым. И бұл менің табысымды өсірді. И мен бұрынғы проектілерім мысалға 50-60 мыңға алсам, қазіргі проектілерімді 200 мыңға, 150 мыңға уже алып жатырмын. Уже ұсыныстар келіп жатыр маған. И вот бұл менің жаңа деңгейге өсуім деп білемін. Конечно, и осы 2023 жылда мен көбірек ата-анама көбірек қаржылай қажеттіліктер бердім да. Папам кредитін төлеп бердім, мысалға айтатын болсақ, мамаға қандай бір продуктларына 80 мың теңге общий расчет бердім. И одан бөлек қосымша жаңа жылға сыйлықтарын сыйладым, оған бөлек 50 мың кетті отбасыма деген сияқты ғой, дәріс қылай. И өзімді қуанттым әрине де. Өзімді қуанып шыта теп алдым деп па. Мен негізі өзімді өте қатты қуанта бермейтін адаммын деп па. Сондай короче, мен өзімді аламын, бірақ мен қатты қажет болған нәрсені аламын да. А былай ақшаны былай бүйтіп шаша берген адамдар қатарында емес. Но мен ақшаны жинай алмаймын, шыны керек. Мен оны не біреуге беремін, мен көбіресе өзімді емес, өзгелерді ойлаймын. Әрине бұл негізі жаман қасиет па білмеймін, жақсы қасиет па, бірақ мен енді тырысамын. Жалпы осы 2023 жылды қысқаша қорытындылайтын болсақ, осы 2023 жыл маған үлкен өзінің ерекше бір сынақтарын берді. Мен бұл осы Инстаграмнан бас тарта алмайтын түсіндім. СМ-ге осы үлкен алғысымды айтамын, осы оқып әрекеттерім үшін. Осы 2023 жылы осы жерде дамыған үшін, әрекет жасаған үшін өзіме, яғни Балжан ханымға дейінші, Балжан ханымға үлкен алғыс айтамын. Сіз өте молодец, сіздің қолыңыздан келеді. И одан бөлек осы жақта көріп отырған көрермендерге айтарым, сіздердің де қолыңыздан келеді. Мен жасаған нәрсе, мына сіздердің де қолдарыңызда, сіздер менен де лучше жасай аласыздар. Кстати, осы 2023 жылы мен өзімнің обучениямды жасаған болатым. И плюс 3 оқушыдай сертификатын жасап шығардым. Ең соңғы айда айттым ғой, ең соңғы айда слишком продуктивті өтіп кетті. И просто осы 2023 жыл мен өзімді кураторлық жұмыстан бөлек ұстаз ретінде сезіндім. И өзімді блогер ретінде дамыттым. Одан бөлек қаржылай тәуелсіз болдым. Айфонды алдым, 500 мың, 1 миллион теңге таптым. Одан бөлек талай былайша штативті армандарыма орындадым. Бүкіл жаңа орта таптым. Жалпы осы 2023 жылға үлкен алғысымды білдіремін. Осылай сіздер құрметті көрермендер, сіздер жасай алған нәрсе, мен жасай алған нәрсе дегенде сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Тіркеліп пайдалы влогқа қосылыңыздар.